Ассалаумағалейкум қазақ елі, отандастар, жерлестер, туыстар, бауырлар. Мен Маржан қыздарыңыз әдеттегідей Америкадан алдарыңызға шығып тұрмын. Бүгінде сол мына Қарақалпақ тақырыбын жалғастырғым келеді. Ол жақтан небір жекеме келіп жатқан хабарларды естісеңіз, шаштарыңыз тік тұрады. Міне сол әлі қинау, мына біздің елде не болды, не болып жатыр, сол міне сол сценарий сол жақта да болып жатыр. Жаңағы Мирзоев өзі, естеріңізге сала кетейін, сол қақтығыстар, шеру басталған кезде қақтығыс ештеңке болмай, жаңағы бейбіт шеру жүріп отырған кезінде Мирзоев сол жерге жаңағы кешкі сағат 10-да ұшып келіп, 2,5 сағаттан кейін мынау атыстар басталып, халықты қыра бастады. 2,5 сағаттан кейін міне соның бәрін қырғынның бәрін жасап депутаттарға сендер неге маған ескертпедіңдер, мен халықтың қарсы екенін білмедім деп, өтіріктің білмеген болып, сөйтіп кетті. Одан кейін жаңағы өзгерістер енгізбейтін болды, енді деп жаңағы мынау халықтан ұпай жинаған сыйқы бұның, мына халықтың сөзін тыңдадым, мен естідім халықты, енді ешқандай өзгерістер болмайды. Дей тұра, міне қазір халықты ішінен қанап жатыр, қинап жатыр, жоғалып із-түзсіз кеткендері қаншама, келіп үйден келіп алып кетеді, олардың қайда алып кетіп жатқандары ол белгісіз. Белсенділердің бәрін жаңағы жындыханаға қамап, психотропты дәрілерді егіп, оларды жындығып көрсетіп жатыр. Мәйіттерін моргтен ала алмай жатыр туысқандардың, оларды алу үшін жаңағыдай қағазға қол қою керек. Мынау менің балам, інім, бауырым жаңағы террорист болды, наркоман болды, басқа болды деп осындай үкімдерін өздері талап етіп жатыр, өстіп қолды қойдыртып, сосын ғана беріп жатыр. Міне осы жағдайлардың бәрі маған келіп жатыр жазбама. Оларда интернет жоқ қазір, болса да жаңағыдай скорости өте төмен, жылдамдығы төмен интернет, соны әйтеуір қолдарынан келгенше жіберіп жатыр. Енді қазақ елі, сіздерге өтінішім, егер сіздерге туыстарыңыз, жақындарыңыз, таныстарыңыз осындай бейне жазбаларды, жаңағы дауысты жазбаларды салып жатырса, біздерге салсаңыздар екен, маған жекеме салсаңыздар болады. Facebook парақшам, Instagram парақшам бар сол жерде, одан қалды жаңағы Twitter парақшам бар, солардың бәріне салсаңыздар рахмет айтар едік. Не болмаса мынау бәсеге салыңыздар, олар да осымен жасап жатыр. Осында сыртта жүрген бәр белсенділер қазір көмектесіп жатыр, солардың бәріне салсаңыздар өте жақсы болар еді. Бұл шиеліскен жағдай Қарақалпақстандағы кешелі бүгін басталған жоқ, оны бәріміз білеміз. Ол бұрыннан келе жатқан кикілжің. Міне бұрыннан бері өз жердің бәрін жаңағы Путин кезінде мынау Украинаға қандай қысымгершіліктерді жасаған болса, бүгінгі күні мынау Мирзоев осыны жасап келген, жасап та отыр әлі күнге дейін. Міне бұл неде Қазақстанға Путин қандай нелерді жасап жатыр, тілді, орыс тілі бірінші орында, жаңағы қазақ тілі әйтеуір жүр. Міне бұл да солай. Қарақалпақстанда да Мирзоев жаңағы өзбек үкіметі, Қарақалпақстанда да соны бірінші орында өзбек тілі, Қарақалпақ тілі екінші орында. Бәр лауазымды орындарға тек қана өзбек отырады. Өз жерде өз билігі Қарақалпақстан егеменді ел бола тұра, өзінің туы бола тұра, өзінің ата заңы бола тұра, міне осындай Өзбекстан үкіметі әлімжеттік істеп отырған. Қаншама шыққан белсенділерді қинап, сол кезде көздерін жоқ қып жіберген, болмаса жаңағыдай жындығып тастаған. Осы күндері байқасаңыздар, мынау Қарақалпақ елінің белсенділерінің, мен атын айтқым келмейді, өздеріңіз желіден көрсеңіздер болады, оларға зияным тимесе екен деймін, өйткені жаңағы енді естіген шығарсыздар, бұларға жаңағы шет жақтан ықпал болған, шет жақтан көмектер болған деген жаңағы бізге ұстанған осындай нелерін, лас саясаттарын оларға да солай ұстанбақшы. Қарақалпақ елі өздері тыныш жатқан екен, мынау шет жақтан келіп, біздер оларды көтерген екенбіз деген сияқты. Сол үшін белсенділерінің атын айтпай-ақ қояйын, өздеріңіз білесіздер белсенділерінің, желіден де көрсеңіздер болады. Менің тек бұл жердегі жаңағы сөз көмегім,
іс көмегім осыларды жаңағы егер қандай да бір ақпарат қолдарыңызға түсіп жатқан болса, соны бізге жіберсеңіздер. Қарақалпақ елінің көрген күні о бастан баяғыдан осындай. Мына 13-ші жылдан бері оның неден басталған ана жолғы видеоларымда айтып өткенмін. Міне сол бауырлас, көршілес халыққа осындай көмегімізді тигізейік қолымыздан келсе. Сол қазақ елі, міне өздеріңіз көріп отырғандай, міне қазір тыныш жатуға болмайды. Жаңа саясатта жоқпын, саясатпен айналыспаймын деген қазіргі кезде жүрмейді. Құлақтарыңыз түрік болсын. Бәріне дайын отырыңыздар. Енді бұл толқын тоқтамайды. Бұл толқын енді жаңағы физика заңымен де алғанда да, қай заңға алған кезде де бұл тоқталмайтын заң. Бұл толқын енді кете береді. Құдай соны енді қан төгіссіз дегенімізге жетуге жазсын. Мына X күні келеді. Сол X күні дайын болыңыздар. X күні келген күні мына ұры үкіметті, ұры жүйені түп тамырымен жұлып, лақтырып тастап, өз батырымызды билікке алып келеміз. Мынау Тоқаев қазір мағанда жазып жатқандары бар, Қарақалпақтан жазатындар бар. Қазақ бауырлар неге көмектеспей жатыр, Тоқаев неге мұндағы қазақтардың сөзін сөйлемей жатыр дейді. Тоқаев ол өз халқына оқ атқан опасыз, басқа мемлекеттің ішінде жүрген қазақтарға жаны ашиды дейсіздер ма? Ар жақта Қытайдағы қазақ қандастарымыз қанша болды зар илеп жүргеніне, оның да сөзін сөйлеген жоқ. Олар түгілі мынау іштегі қазақтың өзін қынадай қырды. Сөйтіп олардан үміт күтіп отырған, мынау үкіметтен, Қазақстан үкіметінен үміт күтіп отырған, көмек күтіп отырған Қарақалпақ ағайындар, олардан ешқандай да көмек болмайды. Сол үшін қазақ елім, бірігейік. Бірігіп, бәріміз бір жұдырық болып, мына ОДБК-дан шығатынымызды, Ресейді еш жағынан да қолдамайтынымызды, Ресейдің Украинаға ашқан соғысына қарсы екенімізді бәр жерде білдірейік. Евразия одағынан шығатынымызды, ешқандай да одақтас болғымыз келмейтінін Ресеймен, осыны бәр жерде насихаттайық, бірігейік, X күніне дайын отырайық. Алға қазақ елі.